примерно осылай шығады. Мына бұрыштан шығамыз, осылай жүреміз да, сен қалып набаққа оймашасың. Набаққа оймашасың, сен алыстай тұрасың. Қазақша білмейді, сөзсіз. Осылай мына жағын ашасың. Оң жағын ашасың, сол жағын тұрасың. Сонымен мен айтамын. Қайырлы кеш, сәлем Жақсыбайдың демалушылары, құрметті достар. Қызылорда облысы әкім құрамы, ойбаш. Қызылорда КВН командасы бүгін осы жақта алғаш рет. Сонымен құрметті достар, бірден әңгімеден бастаймыз. 4 жігіттің Жақсыбайда демалуы. Дәл осылай түсіндіңдер ғой? Музыка шақты. Мама қойып ашасың. Назарына сағыз? Жоқ. Айтпаймын уже екіншісіне. Сәлем Жақсыбай, дәл жаңағы сөзді айтамын. Көп созбаймыз. Жақсыбайда 4 жігіттің демалуы. Қызылордағы 4 жігіттің демалуы. Қызылордағы 4 жігіттің демалуы. Жоқ, не үшін? Сол? Сонымен құрметті достар, тамашалаңыздар. Мұнай фирмасының бастығы. Соқпауының. Ал, өткенде 1 миллион теңге берді. Әкеп бермеді ғой 2 мың үшін. Самасы. Қолға жіберші. Тамақ. Ал, мен айтып отырсың өткенде. 1 миллионда әкеп бермеді деп бердім. 2 күнде әкеп бермеген бақтысың. Қосыншы, 2 миллион, 1 миллион қосыншы. 4 миллион қады, 4 миллион қады. Ойбай ағай 3 күннің ішінде беремін, 5 миллион қыпты. Кешіңіз ағай, бұл өтпей жүрші. Бағым тұрады. Қол өтпей. Қосып 5 миллион ұрысынан. Әйелім бақты 2-3 күнде әкеп бермеді. Я құрметті достар, біздің Қызылорда КВН командасы бүгін Жақсыбайда алғаш рет демалды. Бұған дейін біздің команда көптеген жерлерде демалды. Мысалға Турцияда, Анталияда, Австралияда. демалып демейсің. Біз өмірімізде бірінші рет осы Баянауылға келіп тұр екенбіз, Жақсыбай көлінің жағасына. Ал біз бұрын соңды жігіттер білесіңдер ма? Анталияға, Тайландқа, осы барьер аралдарына. Парижде, Парижде, Түркияда барып көрмегенбіз. Сол себептен құрметті достар, Жақсыбайдың тұрғындары Қызылорда КВН командасы осы жерде өз сәлемдесін деп. Құрметті көрермендер, жалпы мінекей біз керемет демалыс көріп жатырмыз, керемет Қазақстанның туристік аймақтарын бірін көріп жатырмыз. Ендеше Қызылорда КВН командасы сәлемдесуді дәл осы жерден Сенің ертегі ғой бәлем. Керемет бір ертегі айтып берейін. Қандай ертегі? Білесіңдер ма? Анау ертегі білесіңдер ма? Бауырсақ деген ертегіні? Қалауық па? Атадан да қаштым, Қасқырдан да қаштым. Ең соңында түлкі жеп бар. Ең соңында түлкі жеп бар. білемін. Қалай білмейсіңдер мен сіздерге айтып берейін. Бір күні кемпір мен шала үйде отырып, кемпір айтып шала айтып тұр. Кемпір маған бауырсақ пісіріп берші, үйде. Кемпір айтты, үйде ұн жоқ қой десе, қаттың түбін қырып алсайды, қаттың түбін қырып алды да бір тегеш ұнды салып, илеп қойып, ашығаннан кейін бауырсақты пісіріп, келіп шалды әкеліп же десе, шал айтады, ыстыққа қалай жейін деп, оны терезенің апарып қойып қойыпты. Бір кезде жаңағы іші пысқан бауырсақ домалап қашып кетеді. Қашып жатыр, алдынан аю шығады. Аю көреді да, ей, бауырсақ, мен сені жеймін. Сен бауырсақ айтады, жеме, мен саған өлең айтып беремін. Айт онда дейді, бауырсақ тұрады да, атадан да құтылдым, әжеден де құтылдым, ен сенен құтылдым, оңай дейді. Сосын бауырсақ аю тұрады да, ей бауырсақ, сен неге паналағанын айтып жүрсің? Құрметті достар, табиғатымызды аялайық. Сонымен де бірақ келтіремін сөзін. Дегенмен де бізде де қарақшылар бар, яғни браконьерлер. Сонымен китке шығып жатқан аңшылар. Табиғатты неге аялайық? Бітіріш! Ағай неге сіз табиғатты аяламайсыз? Бітіріш! Шай ақ шайды қой, аузын айтты ғой Құрметті достар, Қазақстанның дамыған соншалықты кез келген ауылдың жігіттері ауылында гольф ойнайды. Сонымен ауылда гольф ойнап жатқан жігіт.
say. Size şaşalır mı yani? Құрметті достар, қауіпсіздікті анамыз байқамын. Мен суға кетіп бара жатқан досына алғаш рет достарының Алғашқы көмек, достары суға кетіп бара жатқан балаға алғашқы көмектер. Кемде, жүрегім бас. Аяғын жұты, аяғын жұты. Тамырлама аяқ, тағаламдар. Мына жерден көмек беріп жіберіңдер. Есігін алып сыпырып кіретін жабыңдар.